Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін осындай әдемі үй жағдайында қатпарлы қамырдан самсалар дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салқын суымызды құямыз. Үстінен сірке суын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен араластырамыз. Ұнымыздың жарты бөлігін салып, қамырымызды илейміз. Қалған жартысын үстінен салып, тағы да илейміз. Кішкене ұнды алып қаламыз, себебі қазір біз ол ұнның үстіне қамырымызды салып, тағы да илейтін боламыз. Қалған ұнды осылай үстелдің үстіне салып алып, қамырды енді сол ұнның үстіне қойып, илейтін боламыз. Бізде осындай қамыр шықты. Енді осы қамырды таразыға өлшеп, теңдей 6 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырларымызды осылай 6 бөлікке бөліп алғаннан кейін пакетиктерге салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Бір сағат өткеннен кейін қамырларымызды алып, видеода көрсетілгендей жайып, орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа тағы да қойып қоямыз. Тағы да 1 сағат өтті. Енді тағы да қамырларымызды алып, жайып, видеода көрсетілгендей етіп орап, тоңазытқышқа қалдырамыз.
1 сағаттан кейін қамырларыңызды алып пісіре берсеңіздер болады, немесе морозильникте сақтауға болады. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын қамыр. Бұл қамырдан самса ғана емес, Наполеон торттарында пісіруге болады. Енді біз қамырларымыздан самса пісіретін боламыз. Осылай қамырды алып, дөңгелектеп, таразыға өлшеп жаямыз. Өзіңіз қалаған формаға салып, самсаларды түйсеңіз болады. Мен кәдімгі қарапайым 3 бүрісті самсаларды жасауды жөн көрдім. Барлық самсаларды түйіп болғаннан кейін, осылай формаға орналастырып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне қалаған дәніңізді сепсеңіз болады. Мен мак ұнтағын себуді қаладым. Қазір бетіне мак ұнтақтарын сеуіп шығамын және 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламын. Міне, самсаларымыз осылай пісіп жатыр. Өте жұмсақ, дәмді болып көрінеді. Түрі де, қамыры да өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнамдағы рецепттер ұнап жатса, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі. Менің келесі видео рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар.